Ассалаумағалейкум туыс туғандар, сәлеметсіздер ме? Ораза айттарыңыз қабыл болсын. Бүгінгі мынау жақсы күндерде сіздерге бір жағымды жаңалықты жеткізіп қоюды жөн көрдік. Осы таяуда Қазақстан Республикасында үлкен бір зор жиналыс болып өтті. Бұнда негізінен көші-қон туралы мәселесі талқыланды. Көші-қон мәселесінде шетелден келген азаматтарды азаматтыққа алу барысында негізінен осыған қатысты қызметтерді оңайластыру, бұрынғымен салыстырғанда тіпті де оңайластыру, азаматтыққа алуды уақытын қысқарту қатарлы мәселелер болып өтті. Бұл енді шетелден келген қандастар үшін өте үлкен қуанышты хабар деп есептейміз. Бүгін енді сіздерге осыған қатысты кейбір жаңалықтарды жеткізіп қоймақшымыз. Бұл реткі жиналыста негізінен Қазақстан Республикасы егемендік алғаннан бері қарайғы шетелден келген қандастар туралы статистика жасалды, яғни қорытынды жасалды. Сонымен бірге бұдан кейін көші-қон қызметін қалай алып бару, қалай оңайластыру қатарлы бірқатар мәселелер талқыға салынды. Енді ұзын сөздің қысқасы, бұл арада ең негізгі түйінді мәселе азаматтыққа қабылдауда азаматтық қатысты документтерді бір жолда ғана тапсыру арқылы азаматтыққа қабылдау. Міне бұл ең негізгі мәселе болып табылады. Енді бұрынғы кездерде азаматтыққа өту үшін тіркеуге отыру керек, тіркеуге отырған документтерді тапсыру керек, соң ықтиярхат алу керек, ықтиярхаттан соң оралман куәлікті алу керек. Оралман куәлік қолға тиген соң, онан соң ең соңында барып азаматтық алу қатарлы көптеген қызметтер. Бұлардың барлығы енді шетелден келген қандастарға көптеген қиыншылықтарды ала келді. Сондай-ақ қаржы жақтан да өте көп ақшалай қаржы кететін болды. Сондықтан бұлардың бәрін қысқартып, документтерді бір жолата тапсыру туралы қаулы негізіне қабылданды. Енді бұл шетелден келген қандастар үшін алып айтқанда өте қуанарлық жайт болып табылады. Алайда енді тапсыруға тиісті документтер енді бұрынғылармен негізінен ұқсас. Енді тапсыруға тиісті документтер негізінен өзгермейді. Қытай жақтан келген болсаңыз, сол жақтың азаматтық куәлігі, напосы, неке куәлігі, туу куәлігі, паспорты деген сияқты нәрселерді де ескере жүргенге бәрі толық болу керек. Міне осы сияқты куәліктердің бәрін бір жолата тапсыру арқылы азаматтыққа өтуге болады. Бұның ішінде және бір тапсыруға тиісті документ, енді өзіңіздің қазақ екеніңізді дәлелдейтін бір сұхбат керек. Енді бұл документті Қытайдың осы Қазақстанда тұратын елшіханасына барып алуға болады. Астана және Алматы қаласындағы елшіханасына барып, өзіңіздің қазақ екеніңізді дәлелдейтін бір дәлел сұхбат осы документ болу керек. Енді бұл документ алу қиын емес. Өзіңіздің қатысты материалдарыңызды, документтеріңізді консулға апарып, сол жерден бұл сұхбат қағазын алып алуға болады. Енді бір мына шетелден келіп оқып жатқан студенттер жөнінен алғанда, олар үшін тіпті де оңай болады. Азаматтыққа кіру тіпті де оңайласа да. Өйткені олар осы арада білім алып оқып жатқандықтан, Қазақстан Республикасында олардың өз отанында қалып қалу үшін жақсы көптеген шарт жағдайларды жаратып береді. Сондықтан осы жердегі университетте оқып жатқан студенттер, олар тек өздерінің қазақ екенін сипаттайтын, сондай-ақ өзінің азаматтық куәлігі мен паспорты болса болғаны, соны бір жолата тапсыру арқылы азаматтық алуына болады. Сонымен бірге олардың да жұмысқа орналасу, жұмыстану мәселелерді көп талқыланды. Енді бұдан кейін бұның бәрі оңайласатын болады.
Сондай-ақ осы реткі жиналыста шетелден келген қандастарға тұрғын үй мәселесін шешім ету туралы көптеген мәселелер талқыланды. Бұнда негізінен бұрынғы кезде шетелден келген азаматтарға тұрғын үй мәселесіне өшіретке тұруға тура келеді. Бұнда негізінен олар документтен тапсырған соң оралмандық куәлік алу керек. Оған бір мезгіл уақыт кетеді, жарым жыл уақыт кетеді. Ал енді оралмандық куәлік уақыты толып кеткеннен соң тұрғын үй алу үшін қайтадан өшіретке, яғни өшіретке тұруға тура келетін болған. Енді осы реткі мәжілісте бұл мәселелердің бәрі шешілді. Енді тұрғын үй алу үшін документтерді біржолата тапсырып болған соң тұрғын үй өшіретіне тұруға болады. Міне бұл Қазақстан Республикасының шетелден келген қандастарға жасаған және бір тиімді саясаты. Сондықтан шетелден келген азаматтар ескере жүруге тиісті бір мәселе, осы араға келгеннен кейін документтер тапсырып болғаннан кейін қолыңызға осы оралман куәлігі тигеннен бастап тұрғын үй өкіметтің беретін тұрғын үйіне тізімделіп қоюды ұмытпауымыз керек. Енді осы реткі көші-қон жиналысында айта кетуге тиісті және бір қуанышты бір хабар осы оралман сөзі туралы. Шетелден келген азаматтарды бұрыннан тартып мазалап жүрген бір атау, есім оралман сөзі туралы. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев осы оралман сөзін түбегейлі түрде қолданбау, бұдан кейін қандастар деп қолдану жөнінде және бір рет бұйрық берді. Бұл өте қуанарлық жағдай. Енді Қасым-Жомарт Тоқаев бұны ортаға қоюдағы себеп, шетелден келген қандастар негізген барлық осы Қазақстан Республикасындағы қандастарымызбенен, осы жердегі жергілікті тұрғындарменен терезесі тең, барлығы бірдей, барлық саясаттан иеліктене алады деген сөз. Міне бұл өте бір қуанышты хабар деп айтуға болады. Енді бәрімізге мәлім, бұл оралман сөзі 1997 жылдан бастап Қазақстан Республикасының көші-қон заңына енгізілген болатын. Міне содан тартып, қазірге дейін осы оралман сөзді қолданып келе жатыр. Енді осы жылы жиналыста міне президент өзі бас болып, осы оралман сөзін бұдан кейін қолданбау жөнінде, қандастар деп қолдану жөнінде ресми бұйрық жариялады. Енді мына жоғарыда айтып өткен көші-қон туралы азаматтыққа алудың қызметтерін оңайластыру, жеңілдету, яғни азаматтыққа біржолата документ тапсыру туралы бұл мәселелер жиналыста талқыланды, қаулыға негізінен өтті деуге болады. Алайда енді бұған және де бір айда, енді тез болғанда бір ай, болмаса 2 ай ішінде бұлар негізінен жолға қойылатын болады. Енді бұл заңнама жолға қойылғаннан кейін біз және жалғасты сіздерге осы хабарды жеткізіп беріп отырамыз. Енді сіздердің өтінеріміз, сіздер әрдайым біздің осы YouTube'тағы Түбірлі дүние деген осы каналға әрдайым лайк басып отырыңыздар, пікір қалдырып отырыңыздар, әрдайым назар аударып отырыңыздар. Біз және де жалғасты түрде осы көші-қон мәселесі туралы хабар беріп отыратын боламыз. Сау саламат болыңыздар.